Басталды. Ассаламу алейкум, амансыздар. Бүгін сіздермен бір жыл бір тіл оқу әдісінің аясында ағылшын тілін бастайтын боламыз. А1 деңгейі, бастапқы деңгейі. Оқуды біз English for everyone деген осындай кітаппен бастаймыз. English бізде ағылшын деген сөз. For everyone, for үшін, everyone бәрі немесе барлығы, яғни барлық адамға арналған. Осындай ағылшын, яғни жалпы ағылшын. Course book level 1 beginner, бастапқы деңгей болсын. Бұл кітаптың ерекшелігі неде? Жеңіл, артық ақпаратсыз, бірден іске көшетін кітап. Тек жаттығумен ғана бекітіп отыратындай мүмкіндік бар. Бұл жерде мысал ретінде контент көрсек болады. Кітаптың тақырыптары, яғни бізде негізі бір бөлім, екі бөлім, үш бөлім, 4, 5, 6 және 7 бөлім. Бұл видеолар бізде әрбір бөлімге сәйкес бір тарау, бір видео болып шығатын болады. Бұл не үшін? Бұл мүмкіндігінше уақытты үнемдеу үшін. Және де айта кететін тағы бір жайт, бұл видеолар, видео сабақтар сізге тілге деген бағыт бағдар беруге ғана арналған. Әрине еңбек ету керек болады, оқу керек болады. Сол үшін де бұл кітаппен қатар бізде жаңағы жаттығу кітапшасы бар. Осы видеолар арқылы сіз ненің қалай істелгенін түсініп ала аласыз, бағыт бағдар алып, одан кейін жаңағы жаттығу кітапшасы арқылы уақыт біліміңізді бекіте аласыз. Осылайша. Олай болса, бірінші сабақты бастайық. 01, first topic, бірінші тақырып бізде introducing yourself. Өзіңді таныстыру дейді. Yourself, өзіңді деген сөз. Introducing деген сөз бар, бізде ол таныстыру деген мағына береді. Яғни білесіз, hello, hi, сәлем деген сөз бізде I am Layla, I am деп атымыз айтамыз. I am Арман, I am Мақсат деген сияқты. Сол сияқты my name is деп те айтсақ болады. Бұл енді бәлкім ретінде шығасыз. My name is міне біздің бірінші сабақтың ережесі былайша айтқанда my name is ең негізгі I am. Осы екі жолмен біз атымызды айта алады екенбіз. My name менің атым түсінікті. Жақсы. Бұл жерде енді қатты көп ақпарат жоқ бізде. Spelling your name дейді. Spelling деген нәрсе бар. Айтып кетейін. Pronunciation, the alphabet. Pronunciation деген ол сөздердің, әріптердің айтылуы, жалпы айтылуы деген сөз. Дұрыс айтылуы. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Жалпы осылай әріптерді жеке-жеке айтуды да, яғни айта алуымыз керек. Өйткені бұл кей жағдайда шынымен де керек болады. Кейде түсініспей қалған жағдайда сөздерді бөліп, болмаса атыңызды бөліп айта алатындай болу керексіз. Мысалы, Арман дегенде A, R, M, A, N деген сияқты айта алу, ол қосымша пайда, жақсы нәрсе. Okay, next one. 02 vocab. Келесі бізде сөздік қор. Countries. Country дейді. Country деген бізде ол мемлекет, ел деген мағына береді. Countries. Бір қарапшық елдерді. Canada, United States of America, Mexico, Brazil, Argentina, Spain, Portugal, France, Germany, Republic of Ireland, United Kingdom, Netherlands. Әжде the деген дауыс. Сақау the. Арабша егерде оққан болсаң білесіз. The Netherlands деген. The деген, TH деген, TH деген дауыс. Czech Republic, Poland, Slovakia, Austria, Switzerland, деп айтамыз. Switzerland, Greece, United Arab Emirates, South Africa, Egypt, G дегенді кешелі G деп айтамыз. Russia, Mongolia, South Korea, Japan, Thailand, Turkey, China, Philippines, Philippines деген сияқты. Indonesia, Singapore, India, Pakistan, Australia, New Zealand яғни. Және бұл елдермен қатар сол елдің мемлекеттің азаматтарын, яғни ұлтын қалай айтамыз. USA, American дейміз, американдық, Canada, Canadian, Mexico, Mexican, Brazilian, Argentina, Argentinian, UK, яғни британдық адамды British деп айтамыз. France, French,
France деген мемлекет, Франция. French деген француз деген сөз, франциялық деген сөз. Russia, Russian. Spain, Spanish. Portugal, Portuguese. Poland, Polish. Greece, Greek, Greek yani. Turkey, Turkish. Egypt, Egyptian, Egyptian деп айтамыз. China, Chinese. Japan, Japanese. India, Indian. Pakistan, Pakistani. Mongolia, Mongolian. Australia, Australian. Germany, German. Switzerland, Swiss деп айтамыз. Austria, Austrian yani. Мына жерде Пакистан дедік қой. Қазақстан дегенде қазақстани деп айтады негізі, қазақстандық деп. Яғни ол қазақ емес, бөлек ол нәрсе. Қазақтан тұратын адам, азаматы деген сияқты мағына. Okay, let's get there are three talking about yourself. Talking about yourself. Talking деген сөз бар, бұл әңгіме айту деген сөз. Talking әңгіме айту. About туралы yourself бағана айтты. Introducing yourself дегенде бірінші тақырыпта өз-өзіңді. Яғни өзің жайлы, about туралы жайлы, өзің жайлы әңгімелесу, сөйлесу. Saying your age, яғни өзіңді жасыңды айту. How old are you? Жасы бұнда. How old, қаншалықты кәрісің, тікелей аударсақ егер. How old are you? I am 25 years old, okay? Жасың нешеде? I am 25 years old. Бұл жерде years old айтпауға да болады. Күнделікті ауызекі сөзде I am 25 деп қана. Okay. Ruby is 7 years old. I'm 44 today. Izzy and Chloe are 13. My grandma is 92 years old. Yani ne жердегі түсіндіргенбіз осыған дейінгі жалпы. I am, you are, he, she, it, is, we, they, are. Бізде түсіндіріп кетейік, to be деген нәрсе бар да, ағылшын тілінде. Мәселен, мен 25-темін деп айтсақ болсақ, I am 25 деп айтамыз. I 25 демейміз. Неге? Неге? Өйткені бізде мысалы қазақ тілінде 25-те-мін деген жалғау бар ғой. Шамамен осылай түсіндірсек болады. Мін деген жалғау бар сияқты ағылшын тілінде де басқашалау әрине, бірақ болу деген мағына бар. To be, be деген жалғау болу деген сөз ағылшынша аударса. Және to be-дің әртүрлі түрлері бар. Бұл мен, сен, ол деген сияқты сөзге байланысты, есімдіктерге байланысты. Яғни солай сөйлейді олар, иә? Яғни I am 25 бұл айтқанда мен 25-те болып табыламын деген сияқты мағына шығады. Бұлай болса келесі. Vocabulary numbers, мәжеден нөмір сандарды жаттау керек болады әрине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, болмаса 20 деп айтады. 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Мәжеге сандар жасалса жаттығу ретінде. Енді қарап жасаңыз болады. Мысалы 11, now 17, 34 деген сияқты жаттығуларды, жаттығу кітапшасындағы жаттығуларды, яғни өстіп қарап отырып жазсаңыз болады әрине, бекіту үшін. Жақсы, мына жерге жазған екенбіз осыған дейін де. Бұл жерде яғни біз неге to be-ді қоямыз, иә? Тағы бір айта кететін жайт бар. Мысалы сізде мынандай Тео адамның аты бізде айта кетейік. Бос орын тұр, бізге білмейміз, қайсысын қою керек мысалы үшін. Қандай to be-дің қайсысын қою керегін білу үшін, түсіну үшін, am ба, are ма, is ба, осы негізгі үшеуі ғана бізде. Осының қайсысы екенін білу үшін үшеуінің былай қарайсыз. Мысалы бізде адамның аты Тео ғой, бір адам болса біз is қоямыз міндетті түрде. Яғни жеке адам үшін әрқашанда is болады. Және де he, she, it деген үшін. He, she, бізде не деген сөз болады? He, she, it. Ол бізде үшеуі бұл үш сөздің мағынасында бір мағына қазақша ол деген сөз. He ер адамға, she қыз балаға, it заттарға немесе жануарларға айтамыз. Сол үшін яғни Тео is деп қоямыз. Неге? Өйткені ол бір адам біріншіден, және де ол деген сөзге сәйкес келеді. Ол 45-те, Тео 45-те деген сияқты. Келесі, Мэдисон дейді, бұл жерде дәл солай, бір адам, сол үшін де is қоямыз. Неге? Өйткені бір адам, бірақ адамның аты. Ал енді келесі кеттік, Jeremy and Tanya дейді. Jeremy and Tanya, екі адам, демек бұл жерде екі адам болғандықтан біз is қоймаймыз. Неге? Өйткені бұл көп қой, бірден. Бірден көп болса, онда біз are деген көз қояды екенбіз. Бұл да болып табылады деген мағына береді. Сондай, Jeremy and Tanya are 90 years old. Okay? Next, we деген сөз мағынасы бізден көрсетіңіз.
I, мен, you, сен, иә, сіз болмаса сендер де мағынасы келеді, көпше түрде болады айтқанда мынау. Сол үшін де бұл are-ды да қабылдай береді. He, she, it, is оны жаңа айттық. We, біз, міне, they, олар деген сөз. Сонда we деген және болды, we ол біз ғой. Сонда біз болғандықтан, көп адам болғандықтан біз оны are қоямыз. We are 29 years old, okay? Соңғысында I, енді ол түсінікті, I-да міндетті түрде бізде am ғана болады, басқа болуы мүмкін емес. I am 34 years old. Good job. Жақсы, келесі кеттік. Жаңағы сандарға байланысты бір ерекшелік бар. Similar sounding numbers, яғни ұқсас айтылуында ұқсастық бар. 13-тен 19-ға дейін бізде 13 деген жалғау жалғанады бізде. Ал жаңағы 30, 40, 50, 60 деген сияқты ондықтарда 30 и деген, тин және и деген, тин және ти деген, яғни екі түрлі жалғау жалғанады екен. Яғни біз мысалы 15 десем, 15, демек тин деген жалғау бар, демек бұл мысалы 50 емес, демек бұл 15 деген сияқты түсіне аласыз. Бұл жағынан жаттауға да бір логика ретінде ыңғайлы да бұл осы нәрсе. Жақсы, келесі кеттік. Saying where you're from. Қай жақтан екеніңізді айту дейді. Where are you from? Сұрақ, иә? Where are you from? Бәлкім егерде білсеңіз, сен қай жақтансың, иә? Where, қайда деген мағына береді. Сұрақтар жеке өтетін боламыз алдағы сабақтарда, иншалла. From, қайдан, дан деген жалғау, яғни қайдан, иә? From деген, дан деген жалғау, Қазақстаннан десек, нан деген осы бізде from болады. I'm from Spain, мен Испанияданмын. Дан деген осы жалғау не? From деген сөз. Where are you from? I'm from Spain дейді. What nationality are you? Nationality бізде ол, бағана айттық, иә? Ұлт деген мағына береді. Ұлтың не? What nationality? Не ұлт? Қандай ұлтсың сен? Яғни, are you? Қандай ұлт болып табыласың деген сияқты. I'm Spanish, мен испандықпын дейді. Болмаса, I'm Dutch. Dutch жаңағы Данияның ұлтының адамы, даттық адам. We are Italian, итальяндықтармыз, we өйткені біз. I'm from Switzerland, мен Швейцарияданмын дейді. Окей, яғни қалай айтамыз? I am from елді айтамыз. Болмаса I am nationality, ұлт айтқан кезде, мысалы қазақ деп айтақ біз. I am Kazakh деп айтамыз. Болмаса I am қазақ деп айтсаңыздар болады. I am from Kazakhstan деп айтсақ болады. Так, осылайша бізде бұл тақырыптар аяқталып жатыр, иә? Яғни мынау түсінікті, иә? Бұл кітап сіздерге де жіберілетін болады, әрине. Өздеріңіз асықпай қарасаңыздар.